Ал мына Қарасайды мен өз балам десем болады. Өйткені оның атасы Тоқтар екеуміз ақиреттік дос едік. Әкесі Алтынайды алдыма алып отырған адаммын. Мен міне Құдайдың рақымымен 90-ын асып төрлеріңе шығып отырмын. Тоқтар мен Алтынай арамызда жоқ. Тоқтар екеуміз басымызға күн туғанда бас қостық. 20-ның ар жақ бер жағында едік. Біздің елді қара күзде алмақ шапты. Батырымыз да басқамыз да бас қоса алмай бәріміз қаштық. Барып Тоқтардың ауылын паналадық. Араға ай салып, қалмақтар ол ауылды да шапты. Босып барып Алатаудың бір қуысына тығылдық. 10 шақты үй сонда қыстап жан сақтадық. Бір түйір етті тең бөліп жедік. Бір-бірімізге бермей, бүтін жеуге тамағымыздан өтпеді. Тоқтар екеуміз бір тонды жамылып, талай суықтан аман шықтық. Ол күнімді мен өле-өлгенімше ұмыта қоймаймын. Қарасай баламның қаһарман ерлігін көріп, қай-қайдағы ойға кетіп отырмын. Осы күнді көрсін деп Құдай мені тірі қалдырған екен. Шүкір, тәуба. Есім ханның енді сен қазақтың Қарасай батыры болдың дегеніңді естідім. Балаңның бақытын көру деген осы, Құдайдың соны көрсеткеніне ризамын. Ал енді аяңдап Қонтайшының қатынына келейін. Соған келмей-ақ қойғаныңыз тәуір болар еді, деді елтінді күліп. Шежіре әңгімеңіз ұйытып барады, соны соза берсеңші. Аман тұрсақ, оны да айтармыз балам. Ал әзірше алдымызда тұрған түйінді шешіп алайық. Істің жөніне қарай жығылсақ, Қонтайшының қатыны қалмақ, қазақтың тұтқыны, деді абыз қарт. Ақай жаққа көзін бір тастап, байқауымша айтуларыңа қарағанда айыптайтындай, жазалайтындай бірде-бір кінәсі жоқ. Бірақ солай екен деп қайтадан апарып тастайды алмаймыз. Сыйға сый, сыраға бал деген бар. Жәңгірге ол қалай қараса, біз де оған солай қарайық. Еруліге қарулы деп, оны да олар қайта ұрлап әкетпес үшін ел шетінен жырақ жерде ұстайық. Қонтайшы көңілімізді тапса, қайтып алады. Таппаса, 5 жылдан кейін біздің адам болып қалады. Саған қайткеніміз ұнайды деп тұтқыннан таңдау сұрамас болар. Ар жағын Ағынтай балам өзі-ақ шеше салады. Іштей осы шешімді жөн санап, Жәңгір де әдейі үндемеді. Бәрі көзінің астымен Ағынтайға қарады. Соны сезген ол елге есірте соза күрсінді. Байқап отырмын. Сөз ыңғайына қарағанда мен осы қатыннан айырыламын-ау. Қарасай мырс ете қалып еді, елтінді мен ұзақ қарқылдап күліп, үйді бастарына көтерді. Бас қатыратын жағдайды күркеге жыға салуы да әдіс. Қарап қалмай Ағынтай тағы бір әзіл тастады. Қонтайшының тоқалын көтеріп әкеткенім болмаса, мен оны қолынан ұстап көргем жоқ. Жаз бойы жанында болып, бауыр басып қалған Жәңгір сұлтанның өзі бұл шешімге қалай қарар екен? Халық қаласа, хан атын сояды деген. Мен Шоған бидің шешіміне нарадумын. Ақайды Түркістанға алысқа алып кет десеңіздер, алып кетейін. Ағынтайға таста десеңіздер, тастап та кетейін. Ағалар дат, деді кенет Борайкенің үлкен ұлы Тайман. Қазақ сұлтанын қамаудан алып шығуға азы көпті мына қырғыз бауырларыңызды үлес қостық. Сый қылсақ, сыпыра қылайық, басында араласып, аяғында қалыс қалмайық. Егер сенсеңіздер, Ақай тоқалды біз айылымызға алып кетелік. Қонтайшы қатынын қазақтың ішін іздеп таба алмай, әбден әуреленсін. 5 жыл басына жеке үй тігіп, қанаттығы қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай ұстаймыз. Оған дейін Қонтайшы іздеп келмесе, одан кейін Ақайды қатын қыламыз ба, отын қыламыз ба, өзіміз білейік. Бәрі соған уәж етпей келісті. Тек Ағынтай тек отырмай, әй, бәсе менің аузымда аңқитатындарыңды сезібем деп, тамам жұртты тағы бір күлдірді. Қырғыздар Ақайды алып,
тоқпағына кетіп албандар Алатауында қалған соң Қарасай, Ағынтай, Елтінді ұзақ төртеуі бастап, қалғаны қостап, Жәңгір Сұлтанды іленің арғы бетін алып өтті. Өзеннің екі беті де бүк, аңның жымы мен қамысты жың, тораңғылы тоғай, тоғай іші жаныңа жай таптырмайтын сармаса, тау сағалап салқымен келе жатқан топтың терлеп тепшіп мүлдем мазасы кетті. Сондай сәтте ұзақ тозақты келе жатқан серіктерін жұмаққа шақырғандай болды. Елдің де абыройын сақтап, өзіміздің де абыройымызды жықпай, үлкен бір істі тындырдық. Ауылдың үстін аттап өтпеңіздер. Бар көрінеу дейтін таудың іргесінде ақ қайқа аталатын жайлауда әке-шешем үй ішім отыр. Солардың бір малын жеп, аунап-қонап қайтуларының жөні келіп тұр, деді Жәңгірге қарап. Менің қонысым Түрген өзенінің қорғас жақ беті, арғы жағы жау. Солтанқұл әкеміз ұзақ екеумізге бірдей әке. Сондықтан сол ауылдан бір дәм татқандарың дұрыс болар, деді Елтінді де ұзақты құптап. Қарасай білсін, деді Жәңгір қарсылық айтпай. Баста онда жайлауыңа. Осыншамыз түнде барып топырламай, біз бүгінше өз ауылымызға барып қонайық. Оларда елегізі бір хабарымызды күтіп отырған шығар, деді Қошқар деген батыр. Біз сіздерге ертең күндіз келіп қосылайық, сөйтіңдер, деді Елтінді. Бірақ біз оянбай жатып, жетіп келіп жүрмеңдер. Ұзақтар ақ қайқаға түнделетіп жетті. Әуп еткен төбет ұзақтың үнін естіп, еркелей бір мыңқ етті де тынышталды. Ұзақ майшамы жылтырап тұрған ортаңғы үйге қарай бастады. Артынша оң жақтағы сол жақ үйден де сығырайған сәуле сығалай бастады. Ортаңғы ақ боз үйдің есігі айқыр ашылып, екі адамның жобасындай бір адам далаға шықты. Хақ, деді әлгі кісі қақырынып. Ассалаумағалейкум әке, деді ұзақ ентелі екі қол созып. Уағалейкум ассалам. Амансың ба балам? Қарасай қайда? Жәңгір, балам қайсы? Бәрі ақсақалға жамырай келіп амандасты. Түгелденгендерің құтты болсын. Үйге кіріңдер. Ұзақтың шешесі төсек орнын жинап, төрге құрақ көрпе төсеп үлгеріпті. Есік ашып жабылған сайын жыпылықтап екі майшам екі босағадан жарық шашады. Ала көлеңкеде бәйбішенің қолындағы құндақтаулы баланы Жәңгір әзер жатты. Немересі деудің себебін таппай дағдарды да қойды. Іле үйді басына көтері амандасып, ұзақтың тете інісі Тайлақ келіп еді, үймене сәлем салып, Борайкенің қызы мен Тайлақтың келіншегі іркес-тіркес соңынан кірді. Жол қарап, күн санап күткендері көрініп ақ тұр. Жәңгір үйге кіргелі бері ұзақтың әкесінен көзін ала алмады. Мұндай дәу басты адамды бұрын соңды көрмеген еместі. Бейне бір кішігірім қойтасты екі иықтың ортасына қоя салғандай. Жәңгірдің қарай берген байқаған Сұлтанқұл жымиып езу тартты. Жәңгір балам, бас сияқты бас көрмей жүр екенсің ғой. Бұрынғылардың айтуына қарағанда бұл бас Суан бабамыздың басына тартқан бас. Ол бабамыздың қалпағын көргенде-ақ қалмақтардың жүрегі жарылып кетеді екенміз. Ағасау, мына басыңызға не шақ келеді? Қалпақ емес, түңілік кию керек шығар. Өзі де сөйтем. Менің қалпағыма өзгелердің 5-6 қалпағының жүні кетеді. Көріп отырсыз ғой, менің де басым көрген адам көңіл аударатындай бас. Ұзақ балаңыздың басын бірнеше рет көргенде, менен басқа да бас бар екен-ау деп ойлағым. Сөйтсем, бастың көкесі сізде екен ғой. Жарайды балалар. Бастың әңгімесін басқа уақытта айта жатармыз. Біз бүгін қуанышымызды айтайық. Сендер айналайын қазақтың абыройын қорғап, жаудың қолынан Жәңгір Сұлтанды аман есен алып шығыпсыңдар. Құдайға жалбарындық. Аман оралуларыңды тіледік. Күндіз көзіміз жолда болса, түнде құлағымыз тыста, ұйқымыз шала болды. Күні түні күттік. Дабырларыңды естігенде қуанғанымнан қанат біткенде ұшып түрегелдім. Бұл істерің қуанатын іс. Бастарынан бақтаймасын қарақтарым.
Жәңгір орталарыңа оралып, сендер түгелденіп қалсаңдар, менің де перзент сүйіп, түгелденіп отырған жайым бар. Сөздің төркінін түсіне қойып, Жәңгір қарттың бетінен жалт қарады. Бауы берік болсын аға. Түгенделгенімнің мәні былай. Мына отырған тайлақтан кейін 2 қыз, тағы 2 ұл сүйгем. Орайке құдамның бір баласы үйленетін болып, қасыма ұзақ пен тайлақ баламды келіндерімді алып, және 7-8 ағайын достарым мен тоқпаққа кеткенімізді ауылымызды қалмақтың талай дейтін тайшысы шауып, 2 ұлым мен 2 қызымды найзамен шаншып өлтіріпті. Жау шапқан кезде қатын бала аршаның арасына қашып талған екен. Талай сұм солардың қуып шығып жайратыпты. Қайғы жұтқанмен есе қайтаруға бел бумадым. Көз алдымда аман жүрген осы 2 ұлдың тілеуін тіледім. Құдай бәйбішем екеумізге қуат беріп, бүгін 3 күн болды, бір перзент сүйіп, арқа-жарқа болып жатқанымызға. Ұзақ аман келсе інісінің атын өзі қойсын деп отыр едік. Құтты қонақ келсе қой егіз сабады деген. Тобыңмен келіп, төбемізді көкке жеткізгенде болдыңдар. Бәріміздің басты қонағымыз Жәңгір Сұлтан қой. Баламыздың атын енді сол қойсын. Қойсам қояйын аға. Балаңыздың бауы берік болсын. Қасына қазақтың Қарасай батырындай алып, Ағынтайдай елтінді мен ұзақ балаңыздай батырлар серік болсын. Біздің бұл сапарымыз жаңа өзіңіз айтқандай түгелденуі сапар болды. Талай сұмырайдың қолынан қаза болған перзенттеріңіздің бір өтеуіндей бір ұл сүйіп отыр екенсіз. Ұлыңыздың алды арты жан-жағы үнемі түгел болып жүрсін. Атын түгел қояйық. Ап бәрекелде, айтқаның келсін. Асыңа тай, аузыңа май балам. Әкел бәйбіше түгелді. Азан шақырып, атын өзіне естірейік. Жұртқа жар салыңдар. Жәңгір баламның ел жұртына оралған жоралғысына және оның балама ат қойып бергеніне ұлан асып той жасаймын. Жәңгірдің қасына ерген 100 қаралы жұрт хан ортасына жеткенше 1000 қаралы болды. Қуаныш құрметіне той жасаған Есім хан ел алдына шықты. Оң жағына Қарасайды, сол жағына Ағынтайды отырғызды. Билер мен батырлар ел жұрттың сұстарлары бас қосқан осы жиында өзінің ойға алған жосығын жариялап шықты да, соның бәрін қалай кімдер арқылы жүзеге асыратынын айтып қорытындылады. Адамдардың жақсы жаманын саралайтын, қылмыскерін жазалайтын, әр рудың өз биі болсын. Оның үстінен бақылайтын әр тайпаның төбе биі тағы болсын. Сонда ханның халықты басқару да жақсарып, халықтың хандыққа бірігуі де нығая түсер деп ойлаймын. Дегенінде іле-шала Құдайберді би қамшысын көтерді. Айтқаның хан ем құлаққа қонады, жүрекке жағады. Бұл жосығың халық бірлігінің кілті болайын деп тұр. Құдай бұйыртса, бұны ата-баба жол кезекте болғандай, бірақ кейінгі ұрпақ қай ата-бабамыздың қай кездегі жолы деп жүрер. Қасым ханның қасқа жолына ұқсатып, ескіден келе жатқан салт дәстүріміздің жаңғыртқан, жақсартқан, нығайтқан жосық болғандықтан бұған Есім ханның ескі жол деген ат берсе қалай болады қалайық. Есім хан қасындағы Қарасай мен Ағынтайға бір-бір қарап алды да, Қазорттың етегінде қаптап отырған халыққа бас иіп құлдық ұрды. Солай айтайық деді біреуі жақынан гүж жетіп. Бәрі дау шыққан жаққа жалт қарады. Басына дулыға киген, үстіне 5 қауын ілген жап-жас сарбаз екен. Ап бәрекелді, солай болсын десі бәрі. Есім хан сөйтіп ел билеудің өз кілтін ескі ата салт бойынша жасады. Тайман мен беделдің ортасында келе жатып, Ақай қай-қайдағы ойға кетті. Бұлар мені Жәңгір Сұлтанның қасында неге қалдырмады? Қайда екенімді Қонтайшыдан неге жасырады? Оның мені оңай таба алмағанынан бұларға қандай пайда түседі? Әлде біреу қатын қылып алудың амалы ма? Ненің жүкті екенімді әлі бұлар білмейді ғой. Білген соң не істейді? Сияқты өңшең осы тектес сүрсеңіз, сүреңсіз болжамнан жол бойы басып босамады. Екі қырғыздың да қабағы қату, одан ештеме сұрамайды.
өздері ештем айтпайды. Екеуі де үндемеген соң бұл да сыр бермей шыдап келеді. Кеш бата үшеуі қалың қарағайлы тау ішіне енді. Тауда қарағай да қараңғылықты қоюлата түседі. Ал қараңғылық қорқыныш шақырады. Зіңгіттей екі жігіт бас салса, бұл бас сауғалай ала ма? Кенет алдарынан иттің үргені Ақайдың қорқынышын сәл сейілтті. Қалмақтыкінен гөрі еңселеу екі үйге ат басын тіреді. Бір-бірімен таныс па, танымай ма түсініксіз амандасып табырласып, екі жігіт аттарынан түсті. Ананы аттан түсір, деді қырғыздың үлкені кішісін жұмсап. Бедел бұған қағып алатын кісіше екі қолын созды. Қолын берместен аяғын үзеңгіге салып Ақай аттан өзі түсті. Кәдімгі қырғыз, деді Бедел басын шайқап. Олардың сөзін анық түсінбесе де мағынасын шамалады. Бұлардың тілі Жәңгір үйреткен тілден оншалық алыс емесін аңғарды. Қызығып қарайсың ғой, деді Тайман Беделдікке кетіп. Қызығып тұрғам жоқ, оны қызықтырып тұрмын. Қызықсаң да, қызықтырсаң да бәлеге қаласың, нең бар, олақ жүр. Үй иесі де Тайман қатарлы көрінді. 3 ұл, 1 қызы бар екен. Бәрі бір екі кеседен қымыз ішті де, ет жеп болған соң жатуға ыңғайланды. Төсекті қалай саламыз деген болуы керек. Тайман мынаның қасына, деді інісі жаққа иек қағып. Көрпе жастықтың жетіспеуіне болуы керек. Үшеуінің төсекті қатарлата салып, Бедел жақ шетке Ақайды жатқызды. Тайманға жеке көрпе, Бедел мен Ақайға ортақ көрпе жапты. Осының бәрі Ақайға әлдебір іске итермелеп келе жатқандай көрінді. Сондықтан сақ жатты. Тайман жастыққа басы тие сала пыс ете қалды. Ал Бедел ояу екенінде, ұйқыға кеткенде білдірмей демін ішіне тартып, өзгелердің әбден ұйықтағанын күтіп жатқан тәрізді. Ақай да оның қашан қалай қол жүгіртерін күтіп ұйықтамай жатты. Үйдің отағасы баяу ғана бір сарымен пысылдай бастады. Тып-тыныш жатқан Бедел кенет оң аяғын жоғары көтеріп, Ақайдың дәл тізесінен жоғарға әкеп сұлата салды. Басталды деп ойлады. Бақырам ба, көмекке шақырам ба, қайтем деп ойлады. Ақай аяғы ауыр екен, тырп еткізбеді. Енді қайтер екен деп Ақай да Бедел де бір-бірін аңдып жатқандай. Кенет Ақайдың құлағы қыстыға шыққан жұмсақ қырылды шалды. Беделдің аяғын ақырын тербеді. Ол дереу тартып алды да теріс аунап жатты. Одан еш қауіп жоқ екенін Ақай сонда ғана түсінді. Үшеуі таңертең тағы жолға шықты. Кешегідей емес, бүгін Ақайдың жүрегі орнына түсті. Таудың тұрпатына, жер мен судың көркіне көңіл аудара бастады. Екі бауыр да бұған тіпті салқын қарайтын сықылды. Бір сәт Беделге қорылдамадың, жақсы ұйықтайды екенсің дегісі келді де, ол ойына дереу айни қалды. Маған көңіл аудармадың деп кінә таққаны болар деп қалуы мүмкін ғой. Таудың мінезі құбылық кесерткедей кенет өзгере салды. Қарағайлы беткеден алысы бергендерінде аяқ асты аспанды қара бұлт көмкеріп найзағай шарт ете қалды. Ойбай, қарағайға тығылайық деп Тайман әй-шәй жоқ, солай қарай шоқыта жөнелді. Шап, деді Бедел бұған бұрылып. Ақай атын тебініп еді, кер жорғасы түсіне қойып шаба жөнелді. Қарағайдың қалқасына тез жеткендермен төпеп жауған нөсер үсті бастарын әп-сәттек малмаңдай қылып үлгерді. Әсіресе Ақай су болды. Көйлегі етіне жабысып, екі иығына сорғалаған су қол аяғына дейін қуалай жылжып жатты. Мына байғұс ауырып қалар мекен, деді Бедел жаны ашып. Байқа, қонтайшының қатыны, қанша жаның ашығанмен саған қатын бола қоймас. Маған қатын болуы қайта, оған онша қиын бола қоймас. Менің оны қатын қылуым қиын болар. Ол не дегенің? Оны қатын қыла алмаймын дегенім. Неге? Айтпады ма Шоқан би? Жәңгірге қонтайшы қалай қараса, қонтайшының қатынына да солай қарайық деп. Адам баласына адам баласынша қараған дұрыс қой. Оның үстіне 5 жыл бойы бетіне қарамаймыз деп өзің уәде бердің емес пе? Сол сәтте аспанды төңкеріп жібере жаздаған күркір екеуінің сөзін бөліп жіберді. Артынша
осы қорқыт қанымда жетеді дегендей аспан тыныштала қалды. Алайда бойын суық алып қалған Ақайдың иегіне тимей сақылдап кетті. Оны аңғарған Бедел ағасына жөн айтпастан жалма-жан жартас астындағы қорымға қарай жүгіріп кетті. 2-3 шақпақ тас алып қайта жүгіріп келді де дереу шырша түбінен тебу шырпыларды жинауға кірісті. Ақай оның ойын түсіне қойып тамызық жинауға ол да кірісіп кетті. Қарап тұруға ыңғайсызданып Тайман да қураған ағаштарды жинай бастады. Әжептәуір отын үйлеген соң Кебу шөкімшейін шым-шым тұрып шақпақ тасты бір-бір 2-3 ұрғанда от ұшқыны тиген тамызық бықси жөнелді. Артынша Кебу шырп-шырп шырт-шырт тұтанып, қарағайдың қу бұтақтары батыр-батыр түтіндей бастады. Отқа жақында жылан деді. Бедел Ақайға иек қағып, Ақайдың отқа қақтаған денесі өзі де от шығарып жатқандай бусанды. Беделдің жанашырлығы жанын жылытты. Борайке Ақайды бірден таныды. Ой, мынау батырдың қатыны ғой дейді, даусы тым тосын шығып. Сол деді Тайман сел соққана. Қазақ ішінен қатынын іздеп батырдың басы қатсын дедік. Борайкені Ақайды таныды. Жәңгірді құтқару оқиғасының бір ұшығы осында екенінде шамалады. Ақайдың жүкті әрі жерік екенін Борайкенің бәйбішесі ерте-сақ біліп қойды. Бұған жау деп қарады ма, тұтқын санады ма, әлде қонаққа балады ма, түсініксіз басына бөлік үй тігіп берді. Қарауыл қойған жоқ. Ертелі-кеш бірге тамақ ішуге шақырады. Төсек орнын, жылы киімін, бел сүртетін, қол сүртетін орамалына дейін бәрін өз меншігіне әкеліп тастады. Далаға шыға ма, үйге кіре ме өзі біледі. Тек жат жұрт іші дегені болмаса, жүру тұруы емін-еркін. Бірақ еркегі де, ұрғашысы да өзімсің бе сақтана көз қиықтармен өгейсі де қарайды. Борайкенің 7 ұлы үйленіп, тек Бедел мен 6 жасар кенжесі Назар ғана бойдақ екен.